Шыңғысхан ешқашан моңғол бола алмайды. Не себепті? Революциядан кейін, патшалық Ресейден кейін жүйіттік КСРО, яғни жүйіттік большевиктер, олар жүйіттер болған, олар орыстар емес, бүкіл әлемді, жарты әлемді емес, бүкіл әлемді арасында да оңтүстік Америка мен солтүстік Америкаға да өтіп кеткен болатын Құбылайдың ұрпақтары. Мен сіздерге алдыңғы видеода көрсеткен деректермен, фактылармен, жаңағы ағылшында жазған фактылар 19 ғасырда, сонымен қатар Николас Вициннің 17 ғасырдағы 1688 жылы жазылған шығыс және солтүстік Тартария атты еңбегіндегі фактілерді көрсеткен. Құбылай ханның Көкхан деген ұлы, олар Көкхан депті. Беринг бұғазысы арқылы қысты күні мұз қатқан жерді үстінен, мұз қатқан жаңағы бұғаздың үстінен көшіп өтіп кеткен солтүстік Америкаға. Солтүстік Америкада көптеген үндістердің генетикасы 10 ғасырдағы түркі балалармен, яғни түркі халықтарының генетикасымен бірдей. Оңтүстік жаңағы солтүстік Америкадағы үндістердің тіліндегі ұқсас сөздер сол 15 ғасыр, сол 14 ғасыр, 13 ғасырда енген сөздер. Оны бізге қалай 2000 жыл бұрын, жаңағы 20 жыл барған деп айтады. Оның бәрі өтірік. Негізінде түркі баласы ол жақпен әр кезде қарым-қатынаста болған. Өйткені сол анау Перу деген жердегі пирамидаларда түркінің жазуы бар екенін, яғни түркінің сөздері бар екенін барлығы біледі. Сол із арқылы Шыңғысхан ұрпақтары қайтадан өтіп кетіп тұр ғой. Анау Иса пайғамбар заманынан 200 жыл бұрынғы пирамида. Ал жаңағы кімдер барған? Шыңғысхандардың ұрпақтары, Шыңғысханның сол халқының ұрпақтары 10 ғасырда барды. Сол ізбен барып тұр. Көрдіңіздер ме? Яғни солтүстік, оңтүстік Америка адамзатқа әрқашанда белгілі болған. Оны жаңағы кімдер деуші еді? Дүние жүзін құпия жолмен жаулаушы жаңағы Тевтон ордені, яғни масонға айналған, сатанистерге айналған орден, оны жаңа Христофор Колумб ашқан етіп көрсеткен. Ашындығында ол солтүстік Америка, оңтүстік Америка құрлығы әр кезде түркі баласының байтын кезде анық етіп тиесілі жер болған. Постоянно барып тұрғанда. Содан жаңағы орыстардың географиялық қоғамы революциядан кейін дүние жүзін расымен де осы халыққа дейін халық жаулап алды ма деген мақсатпен зерттеу жүргізген ғой. Содан ол еңбектің нәтижесі 1926 жылы Батыс Монголия және Уранхай өлкесі деген атаумен жария етіледі. 1926 жылы. Орысшасы Западная Монголия и Уранхайский край деп аталады. Экранда титулының листін көріп тұрсыздар. Сонда жазылған дерек бойынша ғалымдар, жаңағы тіміскілеп жүрген ғалымдар, жаңағы Ресейдің жүйіт ғалымдар, жергілікті халықтардың, сол жақтағы халыққа деген халықтың негізін құраушы халыққа, өздерінің атауымен аталған халық, солардан сұрайды ғой, руларын сұрайды, ешқайсысы ру білмейді. Шыңғысхан сұрайды, ешқайсысы білмейді. Содан бұлар бір шалдан сұрайды екен, айтыңыз енді, руыңыз кім деп, ол білмеймін дейді. Бірақ мен білуімше осындай рулар болу керек деп, ол қосындардың атын айтады екен, сол жақта тұрып жатқан. Экранды көріп отырсыздар. Бұдан басқа 1965-1967 жылдарда СССР кезінде үлкен еңбектер жазылады. Сол кезде міне экрандарды көріп отырсыздар. Олардың сол кездегі ру атаулары, яғни ру дейді, бірақ ұлыс атаулары негізінде. Соны ру көрсеткен, ру қылып берген. Сондықтан айтарым, Шыңғысхан ешқашан моңғол бола алмайды. Бұлардың ішінде бірде-бір Қият, Найман, Керей, Жалайыр деген ру көріп тұрған жоқсыздар. Қоңырат дейме, оның бәрін көріп тұрған жоқсыздар, өздеріңізде тізімден көріп тұрсыздар. Бұлар Тибеттік халық, бұлар Тибеттен келген негізінде. Тибеттен ауып келген, және олардың жылқыларының пародасы да аты да Тибет понии деп аталады. Гималай понии деп аталады. Ал моңғол жылқысы деп бізге көрсетіп жүр ғой, мақтан, ол моңғол жылқысы жатпайды. Моңғол жылқысы жаңағы Карпини жазып жүрген, планы Карпини 14 ғасырда, ол жабы. Ал соғыс жылқылары қазанаттар болған, және сол туралы деректі тағы да экрандарыңызға қоям, өздерің оқыңыздар. 13 ғасырдағы европалықтар жазған аттар қандай болатындығын.
рахмет.